Қазақстанда 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіге кіруіне тыйым салатын заң жобасы қаралып жатыр. Жаңа құрылтай сайланып, депутаттар жұмысқа шыққан соң талқыланады дейді. Естеріңізде болса, Францияда шілде айында осындай заңды парламент қабылдағанымен, тамыз айында Конституциялық сот заңның күшін жойды. Ал біздегі заң жобасында қандай мәселе бар? Артында не тұру мүмкін? Бүгін осында зерттеп көретін боламыз. Жалпы қазір балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік желіге кіруін шектеу жекелеген эксперимент аясынан шығып, едәуір халықаралық трендке айналып үлгерді. Мұндай шектеулер таяуда Малайзия, Индонезия, Бразилия мен Біріккен Араб Әмірліктерінде қолданысқа енді. Шектеу қойған елдердің барлығы дерлік желіге кіру жасын 15 пен 16 жас деп белгілеген. Ал экономикалық әріптестік және даму ұйымының есептеуінше 2026 жылдың сәуір айында ұйымға мүше немесе үміткер 25 елде осындай шектеу болған. Сарапшылар әлеуметтік желіні пайдалану шектеу қоюға қоғамдық балалардың қауіпсіздігі мен психикалық денсаулығына қатысты үрей дейді. Сондай-ақ әлеуметтік желіде үздіксіз шыға беретін Reels пен TikTok'тағы видеолар, YouTube Shorts және тағы басқа автоматты түрде қосылатын видеолар, тәулік бойы келетін пуш хабарламалар мен басқа да элементтер дофамин өндіруге және пайдаланушының назарын неғұрлым көп уақыт бойы ұстап тұруға бағытталған дейді. Ipsos Group халықаралық маркетинг компаниясы 2025 жылы 30 елде жүргізілген зерттеуге сүйенсек, респонденттердің 71% 14 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желі қолдануға тыйым салуды қолдайды. Ал тағы бір зерттеу орталығының дерегі бойынша америкалық ересектердің 60%-ге жуығы 16 жасқа толмаған балалардың бәрінің әлеуметтік желіні пайдалануына тыйым салуды қолдайды. Ал YouGov порталы болса, тағы да бір сауалнама жүргізіп, британдықтардың 74% белгілі бір дәрежеде осындай пікірде екенін жазды. Ал бұндай шектеулер қандай қауіп болуы мүмкін? Балаға әлеуметтік желіге кіруге рұқсат беретін жас шегі әркім өз еркімен анықтайтын мәселе емес. Ол салмақты ғылыми деректер негізінде немесе әр жасөспірімнің жеке дайындығына қарай белгіленуі керек. ЮНИСЕФ онлайн кеңістіктегі шекара әлеуметтік желідегі жас шектеу атты арнайы жазбасында әлеуметтік желіге кіруге қолданылатын жас мөлшері анықтауға қандай да бір психологиялық, эмоциялық және когнитив факторлардың басым екенін қатысты ортақ шешім жоқ екенін атап өтті. Америка психологтар қауымдастығы да осы тұжырымдаманы қолдайды. Есею ұзаққа созылатын және кезең-кезеңмен жүретін процесс балалардың ер жетуі мен бой жетуі бір-біріне ұқсамауы мүмкін. Сондықтан да әлеуметтік желіні жасына сәйкес пайдалану әр жасөспірімнің есею деңгейін ескере отырып анықталу керек дейді. Мысалы, өзін ұстай білу қабілеті, интеллектуалдық дамуы, қауіп-қатерді түсінуі, сонымен бірге отбасылық жағдайда есепке алыну тиіс екен. Негізі әрине шектей салу өте оңай, бірақ олар басқа варианттарды тауып алмай ма деген сұрақ туындайды. Яғни жасөспірімдер интернеттен жоғалып кетпейді. Олар реттеу жағы әлсіз платформалар мен сервистерге көшеді. Ал ол жерде қорғаныс шаралары өте әлсіз. Оларды бақылау тіпті қиынға соғуы мүмкін деп атап отыр. Америка психологтар қауымдастығы әлеуметтік желіні пайдалану жастарға пайдалы да, зиянды емес екенін айтады. Дегенмен кәмелет жасына толмағандар онлайн кеңістікте бетпе-бет келетін қауіптер расында да бар және қоғамды алаңдату орынды дейді. Сарапшылар үзілді-кесілді тыйым салудың орнына мейлінше ақылға қонымды шараларды қабылдап, барынша дұрыс шешім қабылдау керектігін атап өтті. Ал сіз неше жасыңызда әлеуметтік желіге тіркелдіңіз?